Саған әр ұбт-да келетін, бірақ сен дайындалмайтын тақырып. Ол ұжымдастыру тақырыбы. Сонымен, ұжымдастыру бүкіл одақтық коммунистердің большевиктік партиясы бойынша 15-ші съезде қабылданған. Бұл ұбт-да келеді. Бұл ұжымдастыру саясаты 1927 жылы желтоқсан айында болған. Ұжымдастыру, яғни кооперативтерді құру, колхоздарды құру және совхоздарды құру. Ол жайында папаларыңыздан или аталарыңыздан сұрасаңыздар болады. Және сол бойынша бізде Сталиннің мақаласы бар. Сталин дегенде денең түршіге, Сталин, яғни оның мақаласы ұлы бетбұрыс мақаласы, 40-50 жылды 5-10 жылда жүріп өту, яғни 1929 жылы шығарған мақала. Бұл да ұбт-да келеді, жаттап алыңыздар. Және осы бойынша тездеттіру кооперативтердің саны, мысалға 1928 жылы 2% болса, ал 1934 жылы кооперативтердің саны, яғни колхоздар мен совхоздардың саны 90%-ды. Нақты статистикалық дерекмен 89-да 9%-ды құрау керек болған. Жалпы ұжымдастырудың нәтижесінде қазақ жерінде 45 миллион малдан 4,5 миллион қалды. Қарасаңыздар 10 есе кеміп кеткен. 1932 жылы 7 тамызда 5 масақ дейтін ереже шығады. Ол бойынша кімде-кім өзінің дүниесін, яғни тығып қойса, болмаса малын бермесе, онда оның басын 10 жылға, не болмаса жалпы өмір бақиға түрмеге жіберген. Лайк, подписка. Осымен ұжымдастыру тақырыбы бітті. Лайк, подписканы ұмытпа. Келесі жолы қандай тақырып өту керек, жазып кет комментарийға.